Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы қандай тауларды білесің? Балалар, біз қандай тауларды білеміз? Алатау, Қаратау, Ұлытау, Шыңғыстау және де басқа тауларды білеміз. Балалар, жазба дәптерлерін ашып, бүгінгі күнді сабақтың тақырыбын жазыңыздар. Жақсы, жазып болсаңыздар, бүгінгі жаңа сөздерге көңіл бөлейік. Шоқылы, холмистый, орташа, средний, жота, хребет, биіктік, высота, тастақ, каменистый, нүкте, точка. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып, оқып, жаттап алыңыздар. Балалар, енді бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырманы ауызша орындаймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: сен Қазақстанның қай аймағында тұрасың? Балалар, біз Қазақстанның қай аймағында тұрамыз? Біз орталық Қазақстанда тұрамыз. Екінші сұрақ: сен тұратын жерде тау бар ма? Балалар, бар ма біз тұратын жерде тау? Бар болса, мен тұратын жерде тау бар деп жауап береміз. Жоқ болса, жоқ, мен тұратын жерде тау жоқ деп жауап береміз. Үшінші сұрақ: Қазақстандағы қандай тауларды білесің? Қандай тауларды білеміз? Сабақтың басында біз айтып кеткен болатынбыз. Біз Алатау, Қаратау, Ұлытау, Шыңғыстау деген тауларды білеміз. Енді балалар, кішкене ережеге кеп тоқталайық. Сан есім дегеніміз не? Қазір соның ережесін біз айтып өтетін боламыз. Сан есім заттың санын, ретін білдіретін сөздер. Оларды біз сан есім дейміз. Сан есімдер қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, енді сан есімнің мағынасына қарай 6 түр бар екенін білеміз. Бірінші түрі есептік сан есім, екінші түрі реттік сан есім, үшінші түрі жинақтық сан есім, төртінші түрі болжалдық сан есім, бесінші түрі топтау сан есім, және де алтыншы түрі бөлшектік сан есім. Енді балалар, осы сан есімдерінің сұрақтарына тоқталып, мысал айта кетейік. Бірінші сан есімнің мағыналық түрі есептік. Ол қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 1, 10, 100 бұл есептік сан есімге жатады. Реттік сан есім. Реттік сан есім нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 1-ші, 10-шы, 20-шы. Реттік сан есімге біз жұрнақ жалғау арқылы біз реттік сан есімді құрастырамыз. Есептік сан есімге біз жұрнақтар жалғаймыз. Ыншы, нышы, нішы деген жұрнақтар жалғай отырып, реттік сан есім